Сәлем қыздар, менің есімім Дана Мырзакова, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кремнің барлық құпия техникаларын сіздерге толық айтатын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып және де құрбыларыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Яғни WhatsApp-қа переслать етіп. Ал ендеше бастайық. Кремнің құпия техникаларын, яғни бізге кремге не қажет? Ең әуелі ванилин қажет, міндетті түрде дәмін келтіру мақсатында сливке 30%-дан жоғары, креметте, немесе егер кейде бұл болмай қалған жағдайда творожный сыр міне 69%-дығын. Бұның 74%-дығы да болады және 69%-дығы да болады. 69%-дығын алыңыздар. Және де весы, миксермен жұмыс жасау барысы қанша вольт болу керек, ол да менің каналымда сіздерге бар, соны көрсеңіздер болады. Кәдімгі қарапайым миксермен де, кенвудпен де жасауға болады. Одан кейін все, болды. Керемет көңілге және де осы техникаларын сіздерге айтатын боламын. Сливкелермен жұмыс жасау барысында бұлар мұздайды өте қатты жақсы көреді. Техникаларын бірінші айтатын болсам, магазиннен келетін кезде міндетті түрде кемінде 1-2 сағатқа холодильникке қойып, одан кейін жасасаңыздар, сіздерде сливке қою болып шықпайды. Кемі 7-8 сағатқа холодильникке қоясыздар, немесе бір күн холодильникте тұруы қажет. Кейбіреулер келеді, ой, магазинде де холодильникте тұр ғой дейді, келіп бірден жасай салады, одан кейін кремдерінің сұйылып дұрыс шықпай қалады. Құр босқа мысалы 1 литрінің өзі 1800-1700 теңге тұрады, лишний расход болып қалады. Сондықтан келген соң міндетті түрде холодильникке кемі 7-8 сағатқа қойыңыздар. Сливкенің өзі екі түрге бөлінеді, растительное және де животное болып. Растительное дегеніміз, яғни құрамында май өте көп деген сөз. Пуратас, бипак деген арзан 800-900 теңгелікті алмай қойыңыздар. Омен жасағанмен дәмімен, осы профессиональный сливкемен жасаған дәмі екеуі кәдімгідей аспармен жер болып тұрады. Сондықтан аласыздар ма, өздеріңіздің денсаулықтарыңызға аямай, осындай 30%-дан жоғары сливкені қолданыңыздар. Мен өзі 1-2 жылдан бері осы свежий завтраны қолданамын. 30%-дан жоғары. Ал тамаққа қолданатын болсаңыздар, тамаққа 20-25%-дық сливкелер бола береді. Тортқа міндетті түрде 30%-дан жоғары. Және де миксермен неше минут араластырамын деп маған айтып жатады қыздар. Қыздар, мен нақты айта алмаймын. Себебі біреулеріңіздің миксерлерінің вольты 500 вольт, біреулерінің вольты 1000 вольт болады. Сондықтан қасықпен қазір біз крем жасау барысында тексеріп көреміз. Егер құламай жатса, значит біздің креміміз дайын деген сөз. Ал егер қасықпен тексерген кез құлап жатса, тағы да 1 минут араластыру керек деген сөз. Сондықтан маған 5 минут араластырамын ба, қанша минут араластырамын деп ол жағын сұрамай-ақ қойыңыздар. Себебі миксер әркімде әртүрлі вольтта. Және де миксерді алған кезде міндетті түрде осындай қалыңын алыңыздар. Бұның жіңішке варианттары да бар. Онда жіңішке вариант алатын болсаңыздар, араластырған кезде ұзақ, неғұрлым көп араластырасыздар, соғұрлым уже кремдеріңіз суып кету қаупі бар. Сондықтан осындай миксердің несін қалыңдау қылып алыңыздар. Техникалардың барлығын айттым деп ойлаймын. Кейбіреулер тағы да қорқып жатады. Сол кезде осы ыдыспен наны да морозилкаға 5 минутқа салып қояды. Бірақ мен уже қолым үйреніп қалған, сондықтан мен ыдысты морозилкаға салмасам да 5 минутқа менде кремім жақсы шығады. Ал ендеше кремді жасауға кірісеміз қазір. Және де кейде креметтен, мысалы сіздер бірақ торт жасайтын болсаңыздар, креметтен осылай ашқан соң творожный сырларды, осыны бірақ торт жасайтын болсаңыздар, сіздерге мысалы 600 грамм керек болса, маған 600 грамм салып беріңізші десеңіздер, сіздерге магазинде 600 грамм салып береді. Яғни қалғанынан құр шіртпейсіздер ғой. 600 грамм, маған 500 грамм салып беріңізші десеңіздер, пакетке солай бір тортқа арналған қойып сіздерге салып береді кондитерлік магазиндерде. Ал ендеше кремді жасауға кірісейік. Креметте болмай қалған жағдайда осындай 69%-дық творожный сырды қолданамыз крем жасауға. Бір тортқа граммның барлығын сіздерге астына жазып қоямын. Ыдысты міндетті түрде су қоя аласыздар. Су еш нәрсе болмауы қажет. Міндетті түрде су қой. Және де 1-2 сағат алдын ала шығарып қоймайсыздар. Крем жасайтын кезде салқын жерге жасайсыздар, духовканың қасына жасамайсыздар. 1-2 сағат алдын шығармай, 5 минут қалған кезде ғана крем шығарасыздар. Әйтпесе комнаталық температурада тұрып қалатын болса, сіздердің кремдеріңіз қою болмайды. Творожный сырды бірінші қосам, және оған сахарная пудраны қосам. Творожный сыр қосып болған соң сахарная пудраны қосамыз. Сахарная пудра обычный пакетикте сатылады. Мен өзіме удобно болу үшін осылай құйып алғанмын. Ванилин қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Біраз қасық ванилин қосам, дәмін келтіру мақсатында. Иісі күшті осы ванилиннің.
именно осы ванилинді алыңыздар, басқа обычный пакеттегі бір 15-20 теңгелік ванилинді алмай ақ қойыңыздар. Дәмі жақсы шықсын десеңіздер, барынша профессиональный өнімдерді алуға тырысыңыздар. Міне, творожный сыр, сахарная пудра және де біраз қасық ванилинді қостым. Осының құр өзін 1-2 минуттай араластырамын. Сливкиді қоспай жатып, міндетті түрде бірінші шайқап аласыздар. Яғни астыңғы жағында қою бөлігі қалып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде осылай сливкиді шайқап аласыздар. Бұның барлығы мұздай, яғни 5 минут алдын ғана шығарып аласыздар, 1-2 сағат алдын емес. Міне, творожный сыр, сахарная пудра барлығын араластырдым. Енді сливкиді өлшеп, сонымен араластырамыз. Кейбіреулер бірінші сливкиді қосып жатады. Әркім әртүрлі жасайды. Негізі ең оңай жолы сливкиді ең соңында қосқан сіздерге тиімді. Қыздар, қараңыздар. Осылай ыстаған кезде, міне, құламаса, значит біздің креміміз дайын деген сөз. Міне, әр жерін тексересіздер, бірақ жерін емес. Міне, қараңыздар. Былайынан ұстап жатырмын, менікі мүлдем құлап жатқан жоқ. Значит, бізде крем дайын деген сөз. Міне, бұл техникалардың барлығын дұрыс орындағандықтан, яғни холодильникте 7-8 сағат кемінде тұрды. Одан кейін араластырған кезде де 4-5 минуттан артық араластырмайсыздар. Егер одан көп 10 минут араластырып кететін болсаңыздар, қайттан сұйық қалпына еніп қалады. Енді бөлек ыдысқа, міне, банка немесе бір бөлек ыдыс алып, осылай кремдеріңізді қойсаңыздар, өздеріңізге удобно болады. Сонымен біздің креміміз дайын. Кез келген торттарға осылай бупипайға, молочная девушкаға осылай кремдерді қоссаңыздар болады. Енді жасауда көбісінде қателік келтіп жатады. Сондықтан подругаларыңызда да осындай қателік кетіп жатса, құрбыларыңызға жіберіп қойыңыздар, WhatsApp-тан переслать етіп. Олар да көріп, қай жерден қате кетіп жатқанын барлығын көріп үйренсін. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Торттарыңыздың кремдері енді жақсы шығады деген ойдамын. Бастысы техникаларды дұрыс орындасаңыздар болды. Сәттілік. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Яғни келесі видеолардың шығуы үшін мотивация ретінде. Сәттілік.